Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Smart Arsu мобильді қосымшасы арқылы жатақханаға орналасуға қалай өтінім беру қажеттігін түсіндіретін боламын. Ең алдымен сіз университетке келіп, құжат тапсырып, өтініш толтырарда жатақхана қажет пе деген жолға қажет деп жазу керексіз. Содан соң құжат тапсырғаннан кейінгі күні ұялы телефоныңыздағы Play Market немесе App Store арқылы Smart Arsu мобильді қосымшасын жүктеп аласыз. Қазақ тілін таңдайсыз да қонақ ретінде тіркелесіз. ЖСН-іңізді жазасыз. Сосын ұялы телефон нөміріңізді теріңіз де SMS код алу деген батырманы басыңыз. Ұялы телефоныңызға 4 сандық код келеді. Сол кодты енгізесіз де растау деген батырманы басасыз. Тегі, аты, әкесінің аты, туған күні деген жолдарды толтырып сақтайсыз. Содан кейін құпия сөзді 2 рет қайталап енгізесіз. Сонымен сіз мобильді қосымшаға сәтті тіркелдіңіз. Енді жатақханаға өтінім беру үшін жатақханаға онлайн өтінім беру деген батырманы басыңыз. Сіздің мамандығыңыз бойынша сізге тиісті студенттер үйі шығады. Соны таңдап, нешінші қабат, қай бөлмеге орналасқыңыз келеді, соны белгілейсіз. Ендігі кезекте категорияны таңдаңыз. Көп балалы отбасы, аз қамтылған отбасы, жетім, мүмкіндігі шектеулі, немесе бұл категориялардың ешқайсысына жатпасаңыз, категориясы жоқ дегенді таңдаңыз да жарайды деген батырманы басыңыз. Енді жатақханаға орналасу күнін белгілеңіз. Содан соң файл дегенді басып, қажетті құжатты жүктеңіз. Егерде ешқандай категорияға жатпайтын болсаңыз, ата-анаңыздың жұмыс жасайтындығын растайтын құжатты жүктеңіз де жіберу деген батырманы басыңыз. Сіздің өтінішіңіз қабылданды. Енді өтініш мәртебесін бақылау үшін негізгі беттегі менің өтініштерім дегенді басып, өтініштер бөліміне өтіңіз. Білім алушыларға жатақхана беру деген хабарламаны ашып, статусыңызды бақылап отыруыңызға болады. Міне, өтініш тіркелді. Енді шешім қабылдануын күтесіз. Назарларыңызға рахмет.